Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз балаға массаж туралы айтқым келеді. Жалпы балаға массаж жасамас бұрын бөлмеміздің температурасын қарап алуымыз керек, иә, 22-28 градустан аспауы керек. Және де жасап отырған өзіңіздің кішкентай бөпеңіздің температурасы жоқ па екен, үстінде ешқандай бөртпе жоқ па екен, сол туралы да айтсаңыз болады. Көбіне менің каналымда балаларға арналған массаж, кішкентай балаларға әртүрлі сөйлеуге арналған ойындар көре аласыздар. Жеміс-жидектен пайдасы, ол қандай зияны бар екенін де айтамын. Өзім кішкентай балаларға бала массажын оқып, және де қазір өзімнің кішкентай балапаныма декретте отырып массаж жасап, және сіздерге де массажды түсіндіріп отырмын. Жалпы массажды ең алдымен жасаған кезде алдыңғы тақырыптарды айттым, иә, жасаған адамның тырнағы болмау керек және сақинасы болмау керек, себебі баланың денесін жарақаттап алуымыз мүмкін, иә. Кішкентай балалар 1,5 айдан бастап 3 айды балаларға баланы уқалау, сипалау процесімен жасайтын боламыз. Және де баланың жәнегі ең алдымен массаж жасаған кезде, иә, жасамас бұрын, иә, баланы тамақтандырып немесе емізіп алатын боламыз. Келесі бізде бала массаж туралы әртүрлі видеолар шығатын болады. Бұйырса күтіңіздер, сау болыңыздар.